Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім. Бүгін сіздерге бананды торттың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл торт өте дәмді болып шығады. Бананды жақсы көретіндер үшін ең керемет торт. Видеоны толық қараңыздар. Ең алдымен қамырын жасау үшін жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын ажыратып аламыз. Ажыратқан кезде ақуызды салатын ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Бір тамшы болса да сарыуызы түсіп кетпеу керек ақуызына, сонда жақсы араласатын болады. Қанттың жартысын ақуызға саламыз, жартысын сарыуызға саламыз. Енді миксермен араластырып аламыз. Жылдамдықты бірінші жай жылдамдықта бастайсыздар, кейіннен жылдамдығын көбейтіп отырасыздар. Бірден қатты жылдамдыққа қоюға болмайды. Дайын болған кезде өзі қою бола бастайды. Ыдыстарыңызды төңкерген кезде дәл осындай түспейтіндей болу керек. Енді сарыуызын да миксерлеп аламыз. Сарыуызы кішкене өзі ағарады. Байқап қарасаңыздар, солай ағарғанша миксерлейміз. Енді сүтті құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Кішкене араластырып жіберіп, сұйық майды құямыз. Бұны да кішкене араластырып жібереміз. Орташа көлемді бананды қолдандым. Шамамен 130 грамдай шықты. Шаншқының көмегімен жақсылап езіп аламыз. Негізінен ыдыстарыңызды үлкен ыдысқа салғандарыңыз дұрыс. Бұны да араластырып. Құрғақ заттарды біріктірдім. Бұл жерде қопсытқыш пен ұнды бірге араластырып жібердім. Ситада міндетті түрде өткізесіздер ұндарыңызды. Аз-аздан салып, араластырып отырасыздар. Қамырды жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай түйіршік қалмауы керек. Кішкене қоюлау болады қамыр. Жаңағы өткізіп алған ақуызымызды аз-аздан салып, осылай лопатканың көмегімен, болмаса қасықпен сағаттың тіліне қарай араластырамыз. Қамыры дәл осындай болып шығады. Қатты сұйық емес, қатты қою болмай. Пешті міндетті түрде алдын ала 5-10 минутқа қыздырып аласыздар. Осындай қалыпқа салдым, астына фольга төсеп. Мен өзім кәдімгі әсел пешпен пісірдім. Өздеріңіз градусын қарайсыздар, әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан. Торттың креміне 200 грамм творожный сыр, 4 ас қасық сахни пудра қостым, шамамен 100 граммдай. Енді миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сливки міндетті түрде салқын болу керек. Проценті 33-35% сливки болу керек. Миксерді араластырып қолданған кезде жылдамдығын бірінші жай жылдамдықта бастаңыздар, кейіннен жылдамдығын көбейтіп отырасыздар. Дайын болатын кезде осылай қоюлана бастайды. Крем дайын болды. Кремді осылай бір араластырып жіберіңіздер. Корж дайын болды. Дайын болған кезде қатты ісініп тұруы мүмкін, кейін өзі басылады. Піскен піспегендігін осындай шпажканың көмегімен анықтап аламыз. Егер де шпажкамыз таза болса, онда пісті деген сөз. Бірден ажыратып алмаңыздар. Кішкене суытып, фольгадан ажыратамыз. Дәл осы видеодағыдай бірінші өткір пышақпен жағын кесіп аласыздар. Міндетті түрде суыған кезде 2-3 сағаттан кейін барып кесесіздер коржын. Пышақтарыңыз өткір болсын, айтпесем корждарыңыз дұрыс кесілмей қалуы мүмкін. Болмаса дәл осындай жіппен де кессеңіздер болады. Алдын ала пышақпен кесіп, кейін қалғанын осылай жіппен тартып жіберсеңіздер, сонда кесуге оңай болады. Дәл осындай көлемді 3 корж шықты. Енді кремін жағып, тортымызды жинаймыз. Бетінің әсемдеуін әрине өздеріңіз білесіздер. Мен осындай крем қалып кеткендіктен бетіне сары бояу қосып, гүл жасай салдым. Бұл жерде насатканың нөмірі 333-ші насатка. Көбінде менің қолданатын насаткам осы насатка. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жасасаңыздар да болады. Мешокқа салған кезде кремдеріңізді ішіне ауа кіріп кетпесін. Егер де осы видеоны менің арнама тіркелмей көріп жатсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Және қасындағы қоңырауша белгісін де басып қоюды ұмытпаңыз.